Қайырлы кеш, ханымдар. Мені қалай естіп көріп тұрсыздар? Әсіресе даусым өте маңызды. Қалай естіп тұрсыздар? Айта қойыңыздаршы, не қол көтеріңіздер, немесе жазсаңыздар, өте қуанатын боламын. Қайырлы кеш. Тақырыпты қойдым. Керемет, жақсы дейді. Ой, қандай керемет. Мен де сізді сүйдім бетіңізден. Рахмет. Қайырлы кеш, ханымдар. Бүгінгі тақырып бізде. Қазір 1-2 минут берейін, басқа да ханымдар қосылсын. Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіздер. Жайғаса отыра кетіңіздер. Енді басталып жатыр. Гүлмира ханым, кешіріп. Дәл қазір бастау үстіндемін. Сіз кім боласыз дейді. Менің атым Жанар, қазақ қызы. Мамандығым психолог. Егер мамандығым жайлы сұрағыңыз келіп тұрса, немесе жай кімсіз деп сұрап жатсыз. Мен Жанармын. Қайырлы кеш. Қуаныштымын барықтарыңызды көріп жатқаныма. Таныс адамдар өте көп қосылып жатыр. Даусым анық емес дейді. Барықтарыңызға солай ма, немесе дәл мына кісінің интернетінен болып тұр ма? Ханымдар, менің даусым сіздерге анық естіледі ме? Рахмет. Здравствуйте дейді. Сәлеметсіз бе? Астана қаласынамын. Апанық дейді. Жарайды. Кеттік. Келесі келгендерді қош келдік дейміз де. Біз жалғастырайық. Бүгінгі тақырыбым іштегі кішкентай қыз туралы. Ол кім? Бағана комментарийде біраз жазып жатқан еді, ол қандай қыз деп, анық дейді. Онда сіздердің анық емес ханымдар интернеттеріңізден болып тұр. Бір жағынан мен бүгін қонақтамын. Қазір қонақтағы үйде отырып сіздерге тікелей эфирде шығып отырмын. Барлық. Сондықтан кішкене даусымда жай болуы да мүмкін. Енді қатты айқайлап сөйлей алмаймын мына жерде. Ыңғайсызданып тұрмын. Күшті естіліп тұр. Жарайды, онда нақты бір ханымдардың өзінің интернетінен болып тұрған болуы мүмкін. Кеттік онда. Берер бір ғана техникам. Бүгін сіздерге кішкентай қыз бойынша, бірақ қысқаша түсіндіріп кетейін. Ол қыз кім? Енді әйел адамдарында әрине ол кішкентай қыз ішімізде, ер адамдарда ол кішкентай ұл бала. Рахмет, ханымдар. Кішкентай қыз. Неге маңызды ол кішкентай қызды өсіру, онымен тілдесу, және неге біз оған мән беруіміз керек? Біріншіден, кішкентай қыз дегеніміз ол туылғаннан бастап 16 жасқа дейінгі, кәмелеттік жасқа толғанға дейінгі балалық шақтағы кезіміз. Балалық шақтағы кезіміз, сол кездегі, былай айтқанда, өмірімізде болған неше түрлі оқиғалар себебінен біраз біз күйзеліске түсуіміз мүмкін. Эмоционалдық түрде әсіресе. Соның барлығы кейінгі өмірде бізде орын алып қалады да, біз көбіне өзіміздің болып жатқан өміріміздегі жайттардың барлығына қайдан, неге деген сұрақ қоямыз, бірақ нағыз қайдан шыққаны, неге келгені, неге мен солай ойлаймын, неге мен осындай бір тұжырымға келдім деген сияқты ойлар көп мазалайды бізге. Көбі, енді барлығы деп айта қоймай, сол балалық шақтан келе жатқан дүние. Дәл қазір кішкентай қыз неге бізге маңызды? Біздің ары қарай бақытты өмір сүруіміз үшін
ол қызды қабылдап өз денеңізде, өз ішкі дүниеңізде, және ол қызды махаббатқа бөлу. Егер 16 жасыңызға дейін ата-анаңыздан, қоршаған ортаңыздан нақты бір махаббатты ала алмасаңыз, онда өмір бойы сол махаббатқа зәру болып өтесіз. Егер сол уақытқа дейін, 16 жасқа дейін нақты бір сізге көңіл бөлінбесе, онда ары қарай әрдайым әркімнің, былай айтқанда, көңілін аулауға асығасыз. Біреу сізді мақтаса екен, біреу сізді әрдайым қоштап тұрса екен, мені байқаса екен деген сияқты ойлар көп болады. Шеттен тыс болады деп айтуға болады. Сол себептен біз көбіне мән бермейтініміз осыдан. Кішкентай қызды қалай өсіреміз, онымен қалай достасамыз? Неге достасу керектігін айттым, иә? Өйткені біздің бақытты ары қарай махаббатта өмір сүруіміз, көңіл бізге толықтай жеткілікті, басқалардың көңіл бөлуі жеткілікті болу үшін біз ол қызбен достаса отырып, ол қызды қабылдауымыз қажет. Әркімге өзі үшін қажет. Мен сіздердің барлықтарыңызға бірден қабылдаңыздар деген бір тұжырым тастамаймын. Шешім өздеріңізде. Бірақ қабылдаған күннен бастап өмірлеріңіз өзгеріп, ой тұжырымдарыңыз өзгеріп, біраз былай айтқанда өзгерістер өмірлеріңізде алатынына 100% сенемін. Ары қарай кеттік. Мен негіз бүгін көп сөйлемеймін, енді қонақта болғасын аз эфирге шығуға тырысып отырмын. Кішкентай қызды қалай өсіреміз, қалай қабылдаймыз? Бұл техника өте оңай, бірақ күлкілі де болуы мүмкін. Және бұл техникада нақты бір инструменттер дейміз ба, нақты бір заттардың қажеті жоқ. Бастысы өзіңіз 16 жасқа дейінгі кішкентай кезіңіз есіңізде болу керек. Басынан бастап айтайын. Бұл техниканы бастау үшін өте ыңғайлы отырыңыз. Өзіңізге өте ыңғайлы және өте жайлы жер болу керек сіз үшін. Алаңдамайтын, біреу кіріп қалады, біреу естіп қалады деген сияқты. Және екіншіден 3 рет тереңірек деміңізді алып шығарасыз. Дәл сол жерде, дәл осы кезде сезіну үшін, не сезініп отырғаныңызды. Ары қарай ол қызды нақты өзіңізді кішкентай кезіңіз, 16 жасқа дейін бір оқиғалар болуы мүмкін. Бірақ кішкентай қыз, сенің кішкентай шағың деген кезде нақты қай жасыңыз есіңізге түседі? Сол жастағы қызды өз алдыңызға, өзіңізді жұма отыра, өз алдыңызға елестетіңіз. Ол қыз қандай? Сізге қалай қарап тұр? Ол қыз сізге қараған кезде сіз не сезініп тұрсыз? Өте маңызды осыларды бір миыңызға жаттап алу. Сол сәтті жаттап алу. Ары қарай сол бір кішкентай шақты, сол сәтті жақсылап сезініңіз. Сол сәтте сіз қандай болдыңыз? Не сезінген едіңіз нақты сол жаста? Неге дәл қазір сол жас сізге есіңізге түсіру маңызды болып тұр? Бұған да мән беріңіз, Кейбір кезде елестету мүмкін болмай жатады. Нақты бір балалық шағыңыздағы кезіңіз есіңізге түспеуі мүмкін. Есіңізге түспеу, есіңізге түсіре алмауыңыз мүмкін, Сол кезде ішкі даусыңызбен өзіңізге айтыңыз. Менің кішкентай кезімде осындай жасымдағы қыз. Өтінемін, мен бүгін сенімен сөйлескім келіп тұр. Сенің қал жағдайыңды білгім келеді. Менімен сөйлесші, рұқсат берші маған. Дәл қазір сенімен бірге болуға. Дей отыра, ол қызбен әңгімелесіңіз. Міндетті түрде өз алдыңызға сол балалық шағыңыз келеді. Және тағы да мән беріңіз, қай жастағы баланың, қыздың келгені. Ары қарай ең маңызды сұрақ келгеннен кейін, өз алдыңызға елестегеннен кейін, ол қыздан, ол баладан, кішкентай бала болуы мүмкін, кішкентай 5 жасқа дейін қыз болуы мүмкін, немесе бой жетіп бір 13-14 жасқа келіп қалған қызда болуы мүмкін, Сол қыздан сұраңыз. Сен бақытты болу үшін
дәл қазір мен осындай үлкен шағымда не істей аламын? Өте маңызды сұрақ. Дәл қазір сен бақытты болу үшін менің осындай үлкен шағымда не істей аламын? Жауап міндетті түрде келеді. Оны мүмкін қайтарып тастауыңыз да мүмкін. Немесе елемеуіңіз де мүмкін, немесе қаламауыңыз мүмкін оны естуге. Бірақ міндетті түрде ми жүзінде сізге көп санадан жауап келеді. Сол жауапты ең бастысы қабыл алу. Қабыл алғаннан кейін не істейміз? Егер ол бір 7 жасар қыз сізге айтып тұрса, мен қалаймын дәл қазір сен бар мороженое жеген, балмұздақ жегеніңді. Барыңыз да міндетті түрде сол балмұздақты бір ләззат ала отыра жеңіз. Кішкентай балалық шаққа, сосын ішкі қызыңызға міндетті түрде айтыңыз. Міне, сен енді бақыттысың ба? Ол міндетті түрде жауап береді. Тек сол ми тұрғысында тыныштықта отырған кезде жауап ала аласыз. Және бұл техниканы күніне 1 рет 1 ай бойы орындап шығу қажет. Есіңізге түскен уақытта. Мүмкіндігінше жаңағы тыныштық өзіңізге ыңғайлы жерде. Не үшін қажет 1 ай бойы орындау? 1 ай бойы орындағаннан кейін, сіз 1 ай бойы күнделікті баланың барлық қалауын орындағаннан кейін ол бақытты болу үшін. Әдетте сіз де бақытты бола бастайсыз. Өйткені бұл сіздің жеке қалауыңыз ғой, сол балалық шақта ала алмаған, қабылдай алмаған, немесе мүмкіндігіңіз болмаған. Мүмкіндік енді ата-ана жүзінде, мүмкіндік бере алмаған, мүмкін балалық шағыңызда бір әдемі бір қуыршағыңыз болмаған шығар. Немесе бір әдемі көйлегіңіз болмаған шығар. Енді қазіргі жасыңызға сай ретінде баладан сұрай отыра, сол бір бақытты сәтке жету үшін. Енді ол тек материалды тұрғыда болмауы да мүмкін. Біреуді барып құшақташы деуі де мүмкін. Немесе осындай кісіні барып құшақтап сүйші, сол кісінің құшағында болғанды қалаймын, дәл қазір деуі де мүмкін. Бәрі мүмкін. Ол сіздің енді балалық шақта не жетпегендігі. Сол балалық шақтағы балаға бақытты болу үшін қалаған затының не нақты орындалмай қалғаны. Осы техниканы 1 ай бойы күніне 1. Ал, ханымдар, түсінікті ме? Сұрақтарыңызды жаудыра беріңіздер. Дайынмын қабылдауға. Мен үстіңгі жаққа қарай жол жүріп жатырмын, не жазды екен деп, нақты сұрақ бар ма екен деп. Сұрақтарыңыз болса жаза беріңіздер, қазір төменге қарай түсемін. Анық емес дейді, ары қарай кеттік. Одан кейін анық болған шығар, Менің қызым бар, 8 жаста, ол мүлдем критерий қабылдамайды. Әрі истерика шығарады, көп внимание требует. Неге беру сізге көп көңіл бөлу балаңызға не кедергі? Енді нақты біз ол кішкентай қыз туралы айтып жатқан жоқпыз. Бұл эфирде сіздің өзіңіздің бала шағы туралы әңгіме болып жатыр. Гүлмира ханым, 78-13. Не істеу керегін айттым. Сақтауға тырысамын. Сәлем дейді, қайырлы кеш. Қарап қою керек қой дейді. Енді ол менің ойымды бөлетін болса, әрине мен қарамаймын. Не туралы айтып жатсыз дейді. Ішкі кішкентай қыз туралы. Міне мына жерде тақырыпты жазып қойдым. Кішкентай қызды жаным ашиды, аяп кетемін дейді. Қыздан сұрап көріңіз, бақытты болу үшін не істеуім қажет деп.
күлмейтін, эмоциясын шығара алмайтын қызбен қалай сөйлесем дейді. Ол кім? Ол сіз бе, немесе жаныңыздағы адам ба? Тақырыпқа байланысты ханымдар сұрақ қойып көріңіздерші. Адамға тек қана жақсы нәрселер ойлау үшін не істеу керек? Міндетті емес адамға тек қана жақсы жақын ойлау. Әрине, жақсы сөз, жарымырыс, жақсы ойдың өзі де өте жақсы. Бірақ негативті ой сізге қайдан келіп жатыр әрдайым? Оның түбін аздап іздеу керек. Нақты бір техника оған көмектесе қоймайды. Ханымға қосылуға болмай ма дейді. Жоқ, басталып кетті. Ханымдар қазір үлкен жұмыс жасап жатыр. Іште кішкентай қызды оята алмай жүрген сияқтымын дейді. Не кедергі болып жатыр оятуға? Сүйіндікова. Балалық шақтағы өкінішті ойламау үшін не істеуім керек? Мына техниканы орындаңыз. Сол кезде біраз көмегім береді. Керегі қанша? Сіз нақты өзіңіздің бақытты болуыңыз үшін өте қажет. Және балаларыңызға дәл тәрбие үстінде болсаңыз, бала шағаңыз болса, олардың дәл қазір неге қажет, не оларға керегін түсініп тұрасыз. Ол өте маңызды. Бір ай бойы жасағанда күнне әртүрлі жауап айтса да орындай берейік па дейді. Күнне міндетті түрде әртүрлі жауап болады. Оның қалауы әртүрлі ғой. Және сіз әр күн ойлаған кезде әртүрлі жастағы баланы ойлауыңыз мүмкін. 3-тегі балаға не қажет болуы мүмкін, ойыншық болуы мүмкін, нақты бір жегісі келетін зат болуы мүмкін. Ал 14 жасар қызға бір әдемі зат болуы қажет болуы мүмкін, сондықтан әрине ол әртүрлі болады. Өтті кетті емес, сіздің жалғас өміріңіз. Мен дедіңіз, мен сіздің сұрағыңызды ұмытып қалдым, алаш. Не қажет екенін қайдан білеміз? Кішкентай қызға мен техниканы айттым, соны жасай отырып біле аласыз. Келесі сабағыңыз қашан? Осыны бірінші бітіріп алайын, Алла бұйырса көрерміз, қашан болады. Жаман нәрселер ойламау үшін не істеуім керек? Жаңа естілмей қалдым дейді. Не себептен жаман ойлар келіп жатыр? Соны ойлаңызшы. Қайдан келіп жатыр ол ойлар? Қандай сәтте келіп жатыр? Нені ойлап, нені көрген кезде жаман ойлар пайда болады? Соның түбін табу керек. Жаман ойдың қайдан келіп жатқан? Әрине, ол сабырсыздық болуы мүмкін. Әртүрлі факторлар оған кедергі болуы мүмкін. Бірақ нақтысын таба отыра, оны жақсы жаққа ауыстыру керек. Оны нақты бір түбін таба алмай, сіз оны өзгерту өте қиын болады. Бергі жағын өзгертесіз, бірақ түпкі жағында автоматты түрде сіз әрдайым солай ойлап тұрасыз. Сәлеметсіз бе? Эфирді қайтадан қараңыз. Мен сақтап қойға тырысамын. Дауысыңыз жай. Айқайлап отырмын мына жерде. Дәл қасында отырмын, телефонға жабысып. Ханымдар, тағы сұрақтарыңыз бар ма? Нақты осы кішкентай қыз туралы. Менің қазір тренингіме, ханым тренингіме қатысып жатқан ханымдар бар ма? Оймен бөлісіңіздерші. Ол кісілер дәл қазір осы кішкентай қызбен жұмыс жасап жатыр. Әрине, ол кісілерде бұл техникаға қарағанда өте күрделі техникалар. Біраз ханым жылап, біраз ханым бір керемет сезімге бөленіп жатыр. Және ең бастысы саналы түрде түсінікке келіп жатыр. Іштегі қыз мен күлмейді, эмоциясы шығара алмайды. Мәселе қайда жатыр? Эмоциясын шығара алмаса, онда балалық шақты кезде ата-ана жүзінде немесе өте жақын адамдардың бірінен эмоцияңызды әрдайым тежейтін адам болған. Бұл айтқанда, сен жылама, сен күлме, болмайды, ұят болады деген сияқты тежеулер көп болуы мүмкін. Немесе бір күннің бірі, бір қатты бір эмоцияңызды, қатты бір күлкіңізді көрсеткен кезде, біреу жаныңызға жақын адамның біреу айтуы мүмкін. Туф, сенің осы күлгенің мүлдем ұнамайды маған.
күлмеші өзі деп, даусың ұнамайды деп айтуы мүмкін. Сол кезден бастап бала жабылып қалуы мүмкін, мүлдем күлмеуге, эмоциясын көрсетпеуге. Ішкі дүниесінде мүмкін күлер бір оқиғаларға, бір естігенде, көргенде, бірақ нақты ол эмоцияны сыртқа шығара алмау. Сондықтан есіңізге түсіріп көріңіз. Аха. Мгм. Сабырлы болу үшін не істейміз? Не істейсіз? Сабырлы болу үшін сабырлы болуыңыз керек. Не үшін қажет екенін түсінуіңіз керек сабырлы болу үшін. Ең бастысы. Сабырлы болғанда сіз қандай бір нәтижеге жетесіз? Сақтауға тырысамын. Балалық шақтан қалған үрей, қорқыныш бар. Жасқаншақтық жасым 39-да дейді. Осы техниканы, мен жаңағы айтқан техниканы орындап көріңіз. Өйткені балалық шағыңыздан қалған қорқыныш пен үрей болатын болса, онда балалық шағыңызда өте бір, мен де айтпай ақ қояйын, нақты бір отбасында бір қиындықтар болды деп. Бірақ бір сәттің өзі баланың бір қатты үрейін түсіруі мүмкін, қорқынышына. Неге бала қараңғы бөлмеге кіруден қорқады? Өйткені ол қараңғы бөлме оған түсініксіз. Оған алдын ала айтуы мүмкін түп санасына. Біреулер сіңіріп қоюы мүмкін. Ол әлі білмей тұрған кезде. Қараңғы бөлмеде осындай жаман заттар жүреді. Қараңғы бөлмеге кірсең, алдыңнан біреу шығып келеді деген сияқты осындай установкалар қоюы мүмкін. Содан кейін бала қорқа бастайды. Дәл сол себепті қорқыныш қайдан пайда болды? Неден қорқасыз нақты? Оны да түсіне білу керек. Қорқыныш қайдан шыққанын. Ол не қыз түсінбедім дейді. Эфирді қайтадан қарап көріңіз, мен бас жағында түсіндіре кеттім. Бармыз дейді Ахмет Гүлия ханым. Мен ес білгелі толық болғамын дейді. Үнемі арықтасам деп ойлайтынмын дейді. Бірақ әлі арықтамадым. Арықтасам әдемі киім киемін деп ойлайтынмын. Әлі де сол сезіммен асыла алмаймын. Не істесем болады? Арықтасам әдемі киім киемін деп ойлайтынмын дейді. Мәселе тек киім киеді. Бірақ мен осы бір қашанғы эфирімде есімде жоқ, біраз бір жақын бір эфирлерімде айта кеткен едім осы. Артық салмақ, иә. Артық салмақ не себептен бізде пайда болады? Оның да психологиялық түрде әртүрлі өзінің саласы бар. Әрине, басты балалық шақтан келе жатқан көптеген комплекстер, балалық шақтан келе жатқан әреніш, өкініш, ыза, соның барлығы болуы мүмкін. Немесе ол егер толықтық киім, бірақ сізде басынан бар дедіңіз, иә? Ес білгелі, жарайды, ес білгелі, бір 4-5 жастан бастап дейік, бір қорқыныш болуы мүмкін. Бірақ көбіне неге біз, ол артық салмақтың бәрі біздің ол қорғанысымыз ғой. Қорғаныс ретінде түп санадан осылай артық салмақ пайда бол деген бір сигнал береді. Сондықтан неден қорғанасыз, неден қорқасыз? Егер жақсы мотивацияңыз өте керемет екен, әдемі көйлек киемін. Бірақ әдемі көйлек кигенде сіз қандай сезімде боласыз? Әдемі көйлек кигенде өзіңізді қалай сезінесіз? Мүмкін сол сезімдерде жатқан шығар, мүмкін сіз ұялатын болатын шығарсыз. Мүмкін әдемі көйлек киіп шыққанда сіз бүгін бәрі танымай қалып, білмеймін енді, әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Соның түбін біліп көру керек, сұрақ қойып көріңіз. Не болуы мүмкін? Әдемі көйлек кигенімде. Керемет. Басым істемей қалдым. Бас не істемей қалдым. Кішкентай қызды айна арқылы сөйлесеміз ба? Қалай? Жоқ, елестету арқылы, көзіңізді жұма отыра. Мен айттым, қайтадан көріңіз, иә, бізді балалық шағымда әкем қайтыс болғанда көп жылай берме деген. Содан шығар 18 жылдан бері есіме түссе жылап қалам. Иә, эмоцияны. Өйткені адам өмірден кеткеннен кейін неге 40 күн қайғыру керек? Неге 1 жыл қайғыру керек? Немесе одан да үлкен 2 жылға дейін кейбіреулердікі созылып жатады. Психологиялық тұрғыда ол эмоционалды түрде ол кеткен адамды қайғырады. Ол дұрыс, қайғыру керек, шығару керек.
өйткені кетті, сен оны қимайсың. Қимандық сезімнен жайлап қана, асықпай ғана өз сабағыңызға келуіңіз мүмкін, өз эмоцияңызға қайтадан келуіңіз мүмкін. Сондықтан өзіңізге рұқсат беріңіздер. Егер қайғыру үстінде болсаңыздар, өздеріңізді ұстамаңыздар. Жылағыларыңыз кезде жылап алып, бірақ әрине тоқтата біліңіздер, шегін біліңіздер. Сондай тек жақсы нәрселер ойласақ, ойымызды солай тазалауға болады дейді. Түсінбедім, бұл сұрақ па? Жақсы нәрселер ойлап, ойымыз тазалауға бола ма сонда? Тек қана жақсы жақты ойлай бергеннен, ол бір пофигизмге кетеді. Мен тек жақсы ойлаймын, не болса ол болсын деген сияқты. Соның үшін тағы айтамын, оның негативті ойдың қайдан шыққанын түсіну керек. Неге сіз ойлай бересіз негативті ойлар? Менің ішімдегі қыз қараңғы түнекте жылап отыр. Ішіме үңіліп қарасам, неге олай, не істесем болады? Қыздан сұраңыз, мен саған не істесем болады деп. Өзі жауап береді, ми тұрғысында. Қайырлы кеш, Жанар ханым, қайырлы кеш, Мөлдір ханым. Сақтауға тырысамын. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма, ханымдар? Қандай сұрақ қоясыздар? Осы тақырыпқа байланысты. Балалық шақтарыңыз қалай өтті өзі? Қазіргі өмірлеріңізге балалық шақта болған оқиғалар кедергісі бар ма деп ойлайсыздар? Ханымдар, мен естіліп көрініп тұрмын ба? Пайда болды. Сіздің онлайн курсыңызға қатысқаныма өте қуаныштымын. Мен де сіз үшін қуаныштымын, Мөлдір ханым. Сіз болуыңыз қажет болып тұр ғой. Ханым тренингі өте жақсы өзгертеді деп ойлаймын. Жанар ханым, өзіңе көп рахмет. Білімдісің дейді, рахмет. Үлкен рахмет. Сеніміңізге рахмет. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Менде көп шығар. Не нақты көп сізде, Балжан ханым? Кедергі бар деп ойлаймын. Әрине кедергі бар. Енді сол кедергілерді жою үшін қызбен достасу қажет. Сол балалық шақтан бері дейді. Мен 2 күн болды осы іште кішкентай қыз туралы әлі қиналып жүрмін. Сіз қиналмаңыз. Мүмкіндік беріңіз өзіңізге. Нақты осының бәрін орындай отыра, осы бір сәттен шығу үшін, бақытты өмірге, жүректің тыныштығына жету үшін. Іштегі қызбен қалай сөйлесеміз? Мен техниканы айта кеттім жоғарыда, эфирдің басында. Қайта көре қойыңыз, мұқият тыңдап отырмын дейді. Өте керемет. Жақсы естіліп тұр. Өте рахмет, жақсы естіліп тұрса. Ол кішкентай қызды қалай шығарамын? Техниканы айттым, тыңдаңыздар. Ол қызды қалай шақыруға болатынын айттым. Ойланып көріңіздер. Бірақ шешім өздеріңізде. Нақты бұл техникамен қолданасыздар ма, қолданбайсыздар ма? Егер менің өмірім қазір жақсы, мен ол қызды тиіскім келмейді. Жақсы, сол күйінде қала берсін. Мен кедергі болып жатқан жоқ. Қазіргі өмірімдегі болып жатқан заттың барлығы қазір өз жауапкершілігімде дейтін болсаңыздар, онда техниканы орындамай қойыңыздар. Ал бірақ жоқ, мен көрейінші, білейінші деген бір сұрақ болатын болса, онда орындаңыздар. Стресс көп алдым, соның әскери әсері сияқты қорқыныш көп дейді. Онда ол сізде қорғаныс ретінде шығып тұр. Артық Арайлым ханым, сіз болу керек, артық салмақ бойынша. Бұлай айтқанда, сіз өзіңізді бір қорғаныс ретінде түп санаңыз артық салмақты жинап жатыр. Енді түсініңіз, артық салмақтан арылу үшін сонда неден айырылу керек? Бірінші, бастысы, неден бастау керек? Бізді ата-әжеміз, әке-шешеміз салмақты бол деп эмоция шығармауымызды
тежеп тастаған, балашақ қуана алмаймын, эмоция көрсете алмаймын, қалай өзгертсе болады? Міне, нақты осы техника, осы сұрағымызға жауап. Сол балалық шақта нақты бір эмоциялар әртүрлі болу керек. Сен бақытты болу үшін не істей аламын десеңіз, сол кездегі істей алмаған заттарды қазір орындасаңыз, біріншіден өзіңіз қуанасыз, және ішкі қыз да қуанады. Сәлеметсіз бе? Келесі тақырыпта чакра айтыңызшы дейді. Неге сізге чакра маңызды? Сәлем, эфирді сақтаңызшы мүмкіндігінше. Мен жас кезімде анамнан көп ұрыс еститінмін. Ананы жина, мынаны істе. В общем, тоқтамай жұмсай беретін. Ал қазір мен соны балама жасаймын, бірақ кезінде мен балаларыма олай жасамаймын деуші едім. Өйткені сізге ол программаны құйып тастаған, әсіресе мына ұрысу жағынан келетін болсақ, егер сізге жиі балалық шағыңызда ұрысқан болса, сіз қазір автоматты түрде ата-анаңыздың нұсқаулықтарын тыңдайсыздар. Өйткені сізде қорқыныш бар. Қазір мен осыны орындамай қалсам, ата-анам маған ұрысуы мүмкін деген. Ол бір. Екіншіден, сол программаны ары қарай өз балаларыңызға көрсетесіздер. Өйткені нақты көрген тәрбие сіздердің осы ғой. Соны өз балаларыңызға ары қарай жалғастырасыздар. Енді саналы түрде түсінікке келіп, жоқ, ол менің ата-анамның маған берген тәрбиесі. Олар білместіктен осыны жасады деп, өзіңіз қазір өз бағдарламаңызды өзгерте алсаңыз, өзгертуге мүмкін, әрине, егер қаласаңыз. Онда қазіргі сіздің балаларыңыздың тәрбиесі мүлдем басқа. Чересшур еркелеткен кедергі тигізді дейді. Қаталдықта кедергі болды дейді. Сонда қалай, сізді еркелете отыра қатал ұстады ма, немесе қалай? Қатты еркелікті жауапкершіліктен алып тастауы мүмкін, көбіне. Сол балалық шақта қалып қоюыңыз да мүмкін. Даусың жай болып қалды, біресе шығады, біресе жай дейді. Білмеймін, интернет өте жақсы жерде отырмын. Терезенің қасында отырмын мүмкін. Ал енді білмедім. Егер эфирді қайтадан қарап көріңіз, сол кезде мүмкін басқаша болар. Басын көре алмай қалдым, сізді WhatsApp-та күтіп отырмын дейді. WhatsApp-қа әзірше кіре алмаймын, өйткені 8-де менде эфир. Басын енді қайтадан эфирді сақтағаннан кейін көре аласыз. Мен реакциясыз адамын, эмоциясызсың деп бастығым ұрсады. Неге олай? Іштегі қызға байланысты ма? Әрине, бастығыңыз ұрса, әрдайым ата-анаңыздың егер жиі сізге ұрысқаны болса, кішкентай кезіңізде өте балалыққа сай өміріңіздің өткені
кездегі адамдар